Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен 10 минутта дайын болатын дәмді печеньенің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бізге бір жұмыртқа қажет. Жұмыртқаны ыдысқа салып, оның үстінен 100 грамм қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын 100 мл өсімдік майын құямыз, тағы да араластырамыз. Екі 200 грамм ұн, ванилин және жарты шай қасық қопсытқыш қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сосын қолмен қамыр илейміз. Міне қамыр дайын болды. Осындай жұмсақ қамыр болу керек. Енді печеньеларды дайындаймыз. Осылай аз-аздан бөліп аламыз да, қолымызбен дөңгелетіп, пергамент қағазына қойып шығамыз. Негізінде өздеріңіз қалаған формада жасасаңыздар да бола береді. Мен осылай тез-тез қолыммен дөңгелек жасап шықтым. Бетіне шанышқының көмегімен осындай өрнек салып қойсаңыздар да болады. Алдын ала қыздырылған 180 градуста қызып тұрған пешке салып 10 минут пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді және иісі де керемет болып шығады. Асығыс кезде, қонақ келіп қалған кезде тез-тез дайын болатын печеньенің бірі. Маған өте ұнады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Печенье сондай жұмсақ және дәмді болып шығады. Осы рецептпен дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Егер менің рецептіммен дайындап жатсаңыздар, баршаңызға ас болсын.